Жақында ғана Шымкент қаласы мәдениет басқармасы басшысының орынбасары қызметіне тағайындалған эстрада әншісі Ақбота Керімбекова өзін бұл қызметке лайық емес деп сынағандарға әлеуметтік желідегі парақшасында жауап берді. Қадірлі әнсүйер қауым, аяулы тыңдармандарым, тілеулестерім, мен жайлы жарияланған жаңалық бірін таңырқатып, бірін жабырқатып, ал бірін шынайы қуандырып жатыр. Көпті толғандырып отырған осы ақпараттың ақ-қарасын өзімнен білсін деп сіздердің назарларыңызға жазбамды ұсынып отырмын. Иә, рас, Шымкент қаласының басшылығы, мәдениет саласының жетекшілері аталмыш қызметті ұсынды. Мен бірден келісе салған жоқпын. Басқарма басшылығы маған саланың тыныс-тіршілігімен жете танысуға мүмкіндік жасауда. Дәп қазір сала жұмыстарына зер салып, мемлекеттік қызметке орналасу үшін тапсырылуға тиіс тестке дайындық үстіндемін, деді өнер иесі. Бұған дейінгі ұсыныстардан жастығымды, албырттығымды алдыға тарта отырып бас тартқанмын. Қазір менде бәрі басқаша. Көзқарасым да, ойлау бағалау дәрежем де жылдармен бірге пайым-парасатым да жетіліп, кемелдене түсудемін. Менікі ұялмаған бұйырғанды алады емес, кейбір кісілерге айтарым, некелерімді санамай, баталарыңызды беріңіздер. Сол абзалырақ, деді әнші.